Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі сабағымыз есептер деп аталады. Сен бүгін дұрыс және дұрыс емес пікірді анықтауды үйренесің. Және жемістер мен көкөністердің салауатты тамақтанудың негізі екенін еске түсіресің. Алдымен бірінші тапсырмаға қарайық. Дұрыс пікірді ақиқат, ал дұрыс емес пікірді жалған деп айтатын боламыз. Пікірлерді тыңдайық. 10-нан 8-ді азайтсақ 2 шығады. Бұл ақиқат па, жалған ба? 20 40-тан артық. Бұл ақиқат па, жалған ба? Мұнда үшбұрыштар бейнеленген дейді. Үшбұрыштар көріп тұрсыңдар ма, балалар? Бұл үшбұрыштар емес дейді соңғысы. Мынау үшбұрыштар емес, ал мынау үшбұрыштар деп тұр. Енді мынау суреттерге қараңдар. Мынау шыншылдың бейнесі. Шыншыл адам үнемі шындықты айтады, ақиқатты айтады. Ал өтірікші, мына өтірікшінің бейнесі, ол үнемі өтірік айтады, ол жалған сөйлейді. Енді пікірлерді анықтап көрейік. 10-нан 8 азайтса 2 шығатын ақиқат. 20 40-тан артық, ол жалған. Мұнда үшбұрыштар бейнеленген деп тұр, ол жалған ақпарат. Ал бұл үшбұрыштар емес деген пікір, ол ақиқат. Өте жақсы. Екінші тапсырмада заттарды тап деп тұр. Шыншыл суретте пайдалы өнім бейнеленген айтып тұр, ал өтірікші суретте жеміс бейнеленген деп тұр. Демек, қандай затта бейнелеп тұр екеуі? Олар қызанақты бейнелеп тұр. Өйткені өтірікші суретте жеміс пайдалы деп тұр ғой, ал шыншыл айтып тұр, ол пайдалы өнім деп. Демек, ол қызанақтар туралы айтып тұр, екеуі де қызанақ туралы. Екінші пікір тыңдайық. Шыншыл суретте жеміс бейнеленген айтып тұр. Демек, ол жеміс. Ал өтірікші бұл өнім қызыл деп тұр. Демек, ол жасыл жеміс болса, ол әрине жасыл алма. Өте жақсы. Заттарды таптық. Енді келесі тапсырмаға өтеміз. Пікірлерді анықтаймыз. Әр бала бір жемісті таңдады. Әлия бананды, оның ағасы алманы, ал сырым алма мен алмұртты таңдаған жоқ. Балалардың әрқайсысы не таңдағанын тауып көрейік. Сосын ақиқат, жалған тұжырымдар құрастырып көрейік. Қараңдар, Әлия алманы таңдапты, алмат алмұртты, сырым бананды таңдапты. Өте жақсы. Бұндай тапсырмаларды кестемен шығарған дұрыс деп біз өткен сабақта айтқанбыз. Тағы да сәйкестендіру. Сәуле, Таңшолпан, Айгүл мен Гүлім төртеуі тосап қайнатты. 2 қыз тосапты қарақаттан, 2 қыз қарлығаннан қайнатқан. Таңшолпан мен Гүлім тосапты әртүрлі жидектен қайнатқан. Гүлім мен Сәуле де тосапты әртүрлі жидектен қайнатқан. Гүлім тосапты қарлығаннан қайнатты. Қыздардың қайсысы тосапты қандай жидектен қайнатқанын тауып кестеге белгілеп көр дейді. Мына пікірлерді, мына ақпаратты жақсылап тағы да оқып шығыңдар да, сосын кестелерін толтырып көріңдер. Енді қараңдар. Таңшолпан, қарақат, Таңшолпан мен Сәуле қарақаттан, Айгүл мен Гүлім қарлығаннан тосап қайнатқан екен. Сенің кестең менікімен сәйкес келді ме? Өте жақсы. Серкіту сәтін жасап, жұмыс дәптеріміздегі тапсырмаларды орындауға көшейік. Шыншыл айтады, суретте пайдалы азық түлік бейнеленген дейді. Ал өтірікші айтады, суретте жеміс бейнеленген дейді. Демек, олар қандай өнімді айтып отыр? Шыншыл суретте жеміс бейнеленген, ал өтірікші айтады, бұл азық түлік қызыл деп тұр. Екінші пікірде екеуі қандай өнімді айтып отыр? Бірінші пікірде олар қызанақ туралы айтып тұр. Қызанақты жасылмен, екіншісі олар алманы айтып тұр. Алманы қызылмен қоршаймыз. Өте жақсы. Енді мынау мәліметтер бойынша диаграмманы сызып, оларды бояуды сен жақсы білесің. 40 теңге болса, 4 торкөз, 30 теңге болса, 3 торкөз, 10 теңге болса, 1 торкөз бояп диаграммаларды құрамыз. Енді зерттеушілік тапсырма орындап көрейік. Барлық жеміс
әртүрлі түстегі тәрелкелерге салынған. Біз алдыңғы сабақта осы тапсырманы орындағанбыз. Егер естеріңде болса, алма жасыл түсті тәрелкеге салынған жоқ деп, қай жеміс қай тәрелкеге салынғанын айт деп тұр. Естеріңде болса, біз осы тапсырманы орындағанбыз, балалар. Бүгін біз есептер шығардық, дұрыс және дұрыс емес пікірлерді анықтауды үйрендік. Ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.